Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге сүзбеден, яғни творогтан жасалған сырныкидің рецептімен бөліссем деп едім. Ол үшін бізге осындай құрғақ сүзбе қажет болады. Оған біз жұмыртқамызды қосамыз. Неше жұмыртқа қосқанын, сүзбенің қанша грамм екенін сіздерге айта алмаймын, себебі мен барлығын әр уақытта үйдегі бар затпен көз мөлшерімен жасаймын. Сондықтан сіздер енді видеодан қарап өзіңіз қанша қосқыңыз келеді, ол жағын өзіңіз шешесіздер деп ойлаймын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқа қосамыз, қант қосамыз, сонан соң жақсылап оны езіп араластырамыз. Сонымен қатар кішкене ұн қосып араластырамыз. Қамыр ретінде, мысалға қолдануға ыңғайлы болу үшін ұнын қосып жақсылап араластырасыз. Сосын міне осылай дөңгелетіп арнайы бір формаға келтіріп аласыздар. Жұқа болу керек, 1 немесе 1,5 сантиметрлігі қалыңдығы. Мен міне осылай сырниктердің жартысын морозилькке салып қоямын. Кейін кез келген уақытта пісіріп қолданып жеу үшін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай табаны қыздырып, май құйып, немесе сары майды ерітіп, осылай сырниктерімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Сырниктерді пісіру барысында табанның крышкасын, қақпағын жауып пісіруді ұмытпаңыздар, чтоб ол жұмсақ дәмді болу үшін. Міне осылай творожный сырниктеріміз де дайын болды. Ыдысқа салып, өзіңіз кез келген шоколад болсын, варенье болсын қосып жеуіңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.